Армысыздар. Бүгін 24 қазан жексенбі мал базары жұмысын жалғастыруда. Әдеттегідей жалпы күздің кезінде малдың көптігі қуантады. Жаз кезінде мал базарының ішінде түсіретін мал таппай қиналып кеткен кездер болған. Әзір барлығы бар. Жұрттың пікірі мал қымбаттау деп жатыр, бірақ енді малдың жоғынан бар болғаны жақсы ғой. Бағалар қандай екен бүгінгі мал базардың? Көріңіз, лайк басыңыз, пікір білдіріңіз. Көршілеріңізге, достарыңызға, жалпы WhatsApp-тағы барлық группаларға бөлісіңіздер. Келесі жүзгенше. Мына 350 мың. Қаншадан? Соғымға байлақ қойды. 150. Байтал ма, тай ма? Құнан шығар. Сүйегі жақ. 5-ке шығады ғой. Дөненнен 5-ке шығады. Бағасы 750 мың. Жүріс қандай жүрістер бар? Жүрісі қаны да бөлек. 75% қан бар еді. Қай жақтан келген сонда? Бұл осы местный, бірақ әкелері сырттан келген ғой, Россиядан келген. Керемет екен, міне ер тұрманның жарасы сұлу жылқының өзі болғандай екен. Қай? Қай емес? Құнан ба? Қаншадан? Байтал ма? Байтал, құнан шығарды. Қаншадан? 370. 450. Байтал ма? Жоқ мынау. Құнан ба? Құнан ба? Деп тұр. Қаншадан қараңыз? 250 деп тұр. 250. Сіздік шаға? Анау. Ау? Байланған 300. Нәжік байланған 300 мың дейді. Бағасы 750 мың. Кәдімгідей байланған жылқы дейді. Бұл 500 мың деңіз, 8 жасар ғой? Дөнен 550 мың бағасы. Мұна жылқыны 300 мыңға сатам дейді. Бірақ кәрі жылқы екені көрініп тұр. Ат мін сат. 300 мыңға болады сияқты. 230-ға берем. 280. Арғысы 350? 320 ма қоңыр. Қоңыр ма? Күрең ба? Күрең 350 деп. Арғысы 350 ме? Арғысы 320 деп. 320, 350. 700? Қолын еркек ба? Еркек. 700 мың бие. Қолына мен. 750 мың бағасы. Ту бие. 8 келген. 750 мың бие. Қаншадан атыңыз аға? 650. Жас нешеде? 7-де. 7-ге келеді. Ар жағындағы қанша? 4 жасар дедім. Бағасы қанша? 500 мың. Ау. 750 мың бағасы. Құнан? Құнажын болса сиыр болып кетеді ғой. Құнан байтал. Орлыңыз 600. Жас нешеде? 5-ті шығарма ғой, бие ма? Тайыңыз қаншаға? 160. Үйретілмеген ба? Асау екен, е? Асау екен. Үйретілмеген сия. Бергісі 400 мың. Арық 850 мың дейсіз бе?
Мынау қаншасы? Жасы қаншада? 3 жасар ғой. 3 жасар. Бұзауы сиыр 300 мың. Бұзауы ұрғашы дейді. Оптымаса. Барлық еркек. Оптымы тумайсың, жем жейді. 150 мыңнан. Бұзаулар. Сиырлар қаншадан? 220. Бұзау жоқ, е? Сүтті ғой дейм, е? Бұлай сауса шай береді сүт, е? Мынау 210 мың ба? 220. Бұлай сүт екені көрініп тұр. $500 теңгеден. Ана дәуіңіз 700 мың дейсіз ба? Көрінбейді, бір. Қалған мыналар сатылатындары? Мынау сатылады. Мына тайыншада. Олар қаншадан? Тайынша 430. 430. Көрім. Ақбасын 380, қарасы 230 ма? Бұқалар. Екеуі сатылып кетті дейді. Қызылы 320, қарасы 280-ге сатылды дейді. Бірақ арзанға алған сияқты. 500 мың екеуі. Сонда 250-ден әрқайсысы, е? Мына сиырмен қанша дедіңіз? 330. Мына құнажын? 230. Мынау несі бұзауы, е? Бұзау еркек па? Бұзаушы. Өрі екен, е? Әрқайсысы 400-ден ба, жоқ? 390? 590. Ана 400 ба? 400. $205. Bir жаста ма? Bir жарым ба? Қызыл бұзау сіз ме? Бұзау ол қанша? 280. Бұзау еркек па? Ұрғашы бұзау бар. Шеуі де еркек, 150 мыңнан. Бұзау сиыр 300 мың. Бұзау еркек, е? Келсеміз дейді. Қанша қалдыңыз? 250-ге. 100-105 аралығында ма? 105. Ұрғашы ма еркек бәрі? Ұрғашы. Ал жіктер, айтыңдар. Мәне. Әрқайсы 150 мыңнан тайыншалар. Құнажын міне. 150 деп. Құнажында 150 мың ба? Мына қызылша аламыз. Ол қанша? 270. Не сиыр? Ұрғаш сиыр ма? Ұрғаш сиыр, ұрғаш. 150 деп тұрмыз. Екеуі де 150 мың ба? Екеуі де еркек, е? 150 деп тұр, саудасы бар. Саудасы бар. Қай жақта тұр бұлар? Жалпы? Ақжастың малдар. Ақжастың малдар, е? 280. Міне Ресейден келген симментал сиырлар, әрқайсысы 450 мыңнан, ішінде бұзаулары бар дейді. Дөнежін, құнажын сиырлар. Бағасы бар дейді. Осындайдан шамамен 15-20-дай сиыр тұр. Дене тұрқы әрі сондай бір келбетті сиырлар екен. Қаншадан бұқаңыз? 500. Қанша жасар? 3 жасар бұқа, 500 мың. Сіз кіші досы? Ау? 160. Бағасы 300 мың дейді. 1 айлық, 2 айлық ішінде бұзауы бар дейді. Бұқа 360. Ар жағындағысы 290 сиыр.
Мынау бұқасы ма, сиыры ма? 100 мыңнан 170-ке дейін? 120 мыңнан 170-ке дейін. Барлық еркек па? Ұрғаш еркек аралас. Қара бұқа 240, қызыл 350 мың. Бұзауы жоқ сиыр 400 мың дейді. Денесі ірі, қысыр. Екеуде еркек, әрқайсысы 100 мың теңгеден бұзаулар. Ала сиырлардың әрқайсында бұзауы бар, әрқайсының бағасы 430-дан. Келісім бар дейді. Әрқайсы 850 бұқалар. 1,5 жасар. Тоқтылар 35 мың теңгеден. Саулық қойлар 50 мыңнан. Қалың қалай? Қошқар ма? Қаншадан? Қошқар 100 мыңнан. Қалған қызыл қойлар 48 мыңнан дейді бағалар. Міне, барлық тоқтылар 32 мың теңгеден дейді, еркек, бірақ кругқа бағасына келсеміз дейді. Негіз албаса болатын тоқтылар екен. Бұл ешкілер 20 мың әрқайсысы. Қанша саулық қой бар? 11 бас бар. Оптым келсек, әрқайсысы 33-тен дейсіз ба? Жақсы. Оптым 33-тен. 35-ке 37-ке бар şimdi. Оптым алсаң 16 мың, таңдап алсаң 18 мың, е? Ешкілер. Әрқайсысы 33 мың теңгеден саулық қой дейді. Екі тоқты қаншадан? Алам десеңіз 32-ден берейін. 32. Ұрғашылар ма олар? Жоқ, екеуі еркек. Бұлары 45-55 мың аралығында. Саулық қой ғой, е? Тоқтылар оптым 30 мыңнан, е? Саулық қойлар қанша? 45 мыңнан саулық қойлар. Бірақ көрінбейді, ар жағында бәрі бар дейді. Тұсақ қаншадан? 45 мыңнан қанша? 40 мыңнан. Бұларда тұсақ бар? Байланған тұсақ қойы 80 мың бағасы. Екеуі де қошқар. Әрқайсысы 100 мыңнан. Қошқарлар 80 мың 70 мың теңге аралығында. Екеуі де байланған, әрқайсысы 55 мың теңгеде. Семіз екені көрініп тұр. Саулық қойлар 35 мың теңгеде, не? 50 мыңнан. Не қой бұл? Саулық қой ма? Сек қой ма? Қақ қошқар 58 мың. Бәрі 48 мыңнан ба? Аналар 20-дан дейді. Тоқтылар 20 мыңнан. 48 қандай ба? Сек қойлар ма? Жоқ, саулық қойлар. Қанша екен? 45? Шаруа ма? 50 мыңнан. Алда жіктер алыңдар, айбат жүген. Қайсы жүген? Қайсы жүген. Әрқайсысы 3500-ден. Бақ керемет екен. Ал ше мынаны.
Неменен? 65 теңгеден 1 килограмм. Килограмм, ya? Бұл 80 теңгеден. Көп па бұндай?